Макулюбе, ең алдымен қазанға осылай еттеріңізді салып қайнатып пісіріп аласыздар. Картошкаларыңызды осылай бауырсақ секілді екі шетінен қызартып, сәбіз екеуін қуырып аласыздар. Күріштеріңізді кішкене май қойып сковородкада қуырып аласыздар. Тұзын салып, горох пен кукуруз салып жіберіңіздер. Өте дәмді шығады. Осылай майға аунатып қуырып аламыз. Осылай да бұл пісірмейсіздер, бұны қазір демдегенде пісіресіздер. Міне барлық затымызды дайындап қойдық. Енді макулюбені төгеретін қазанға рет-ретімен салып шығамыз. Ең алдымен осылай үлкен болып туралған, дөңгелектен туралған пияздарыңызды ретімен салып жайғастырып аламыз. Ең алдымен пиязды шатаспаңыздар, одан соң етімізді салатын боламыз. Қазы қосып істесеңіздер тіптен керемет болып шығады. Менің дәл осы істегенім бойынша істеп көріңіздер, еш өкінбейсіздер, өте керемет шығады, барлығына ұнайды. Осылай картошкаларымызды енді кезекте салатын боламыз. Картошкалардан соң міндетті түрде тұз себелеңіздер, сосын сәбізден соң де кішкене тұз себелесіп жібересіздер. Ендігі кезек күрішімізді енді салып, ары қарай дәл палауды демдегендей демдейсіздер. Осылай міне енді етіміздің қайнаған суын осыған құятын боламыз. Дәмі өте ерекше, дәмді, еттің дәмі шығып тұрады, өте күшті болады. Дәл осылай жасап көріңіздер, еш өкінбейсіздер. Міне енді кішкене су қайнап шыққан соң дәл пловтікіндей бетін жауып 30 минутқа демдеп қоясыздар. Сонымен үлкен легендеріңізді дайындап, соған макулюбелеріңізді төңкеретін боласыздар. Жабыспайтын қазанға істесеңіздер өте керемет шығады. Енді 30 минуттан кейін ашып, осылай шет-шетін салат, айран үлкен тарелкаға салып сәндейсіздер.